Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецептім сары ірімшік. Бұл сары ірімшікті біз қарапайым сүтпен және айранмен жасайтын боламыз. Толық рецепті көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз және менің арнама міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта түрлі ерекше рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырау белгісін баса кетіңіз. Ең бірінші отымызды жағып, ыдысымызды отқа қойып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға 2 литр сүтті құйып пісіріп алатын боламыз. Мен рецептте 2 литр сүтті пайдаланып жатырмын. Сіздер егер көбірек болғанын қаласаңыздар, сары ірімшіктеріңіздің қалаған мөлшердегі сүтіңізді пайдалана берсеңіз болады. Ал дүкеннің сүті дәл осындай ірімшік жасауға жарайды ма, жарамайды ма, оны мен білмеймін. Себебі мен дүкеннің сүтімен жасап көрген жоқпын. Сүтіміз пісуге жақындаған кезде 1 кесе айран қоямыз. Айранымыз біздің сүтімізді ірітіп, ірімшік болғанға дейін біз отты баяу қоймаймыз, асты қатты тұру керек. Ал біздің қашан айранымыз сүтті іртік болып бастағаннан бастап, біз оттың астын баяу қойып, бірнеше сағаттар бойы қайнататын боламыз. Міне біздің видеода байқағандарыңыздай сүтіміз іріп жатыр, сары суы бөлініп жатыр. Осы уақыттан бастап біз отты баяу қойып, бірнеше сағаттап, яғни 3-4 сағаттап қайнататын боламыз. Сонда біздің ірімшігіміздің түсі сары түске айналады. Және де дәміне қарай қант қосатын боламыз. Мен 200 мл бокалмен 1,5 бокал қант қостым, себебі мендегі айран қышқыл айран болды. Ал негізінде бұл ірімшікке тәтті айранға пайдаланғандарыңыз жөн, себебі дәмі әдемі тәтті шығады. Мен енді үйде ашыған айраным қалып қоймасын деген мақсатпен осы рецептке пайдаланып жатырмын. Енді қантты қосып болғаннан соң отыңызды баяу қойып алдыңыз ғой, енді қақпағын жауып 3-4 сағатқа баяу отта қайнатып қоясыз. Уайымдамаңыз, кішкене суы тартылуы мүмкін, азаюы мүмкін, бірақ ешқандай күйіп, дәмі шығып кетпейді. Жай ғана біз ірімшігімізді сары түске бояуымыз үшін осында ұзақ уақыт қайнау керек болады. Айран сүті үйінде мол кісілерге міндетті түрде осы рецептті жасап көруге кеңес беремін, себебі шаймен ішкенге өте керемет дәмді шығады, әрі өз қолыңыздан жасаған табиғи өнім болып саналады. Апама осы жерде рахмет айтқым келеді, себебі қолдың сүтін, айранын барлығын жинап, немерелеріне деп бізге салып жібереді. Сол айран сүттердің соңына қарай уақыты өтейін деп жатқан кезде мен ысырап қылмай осылай рецепт пісіріп жатырмын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің ірімшігіміз сары түске боялды. Енді отты өшіріп суытып қоямыз. Суып болғаннан кейін осындай өзіңіздің таза арнайы асханалық тәкеңізді қойып, сары суынан бөліп алатын боламыз. Міне сары ірімшіктің барлығын біз таза тәкеге салып, және де осылай қолдың көмегімен суынан тағы да 1-2 рет сығып алатын боламыз. Енді осы ірімшігіміз біздің формасын алу үшін, яғни бір-біріне қатып жабысу үшін біз 1 күнге қалдыратын боламыз. Ол үшін видеода көріп тұрғандарыңыздай тәкені тесік ыдыстарымыздың, яғни астынан қалып қойған сулар ағып тұратындай болатын ыдысыңызға салып, бетіне осындай тарелкаңызды жауып, үстіне ауыр затыңызды қоясыз. Мен 5 литр су толған баклажканы қойдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай 1 күннен кейін өз формасын алып, әдемі болып сары ірімшік шықты. Міне қыздар, қараңыздаршы, 3 қана ингредиенттен осындай керемет сары ірімшік шықты. Дәмі деген өте керемет, жеп білген адамдар білетін шығар. Егер сіздің үйіңізде сүт, айран болатын болса, міндетті түрде жасауға кеңес беремін.
Және де алдағы уақытта қыздар менің каналымнан дәл осындай ең оңай және оригинал рецепттер таба алатын боласыздар. Сондықтан менің каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.